Penguin Elementary біздегі бүгінгі тақырып 17-ші unit plurals. Plurals деген көпше түрі. Мына жерде бізде сөздер берілген, осыны кроссвордқа көпше түрінде жазу керекпіз. Бірінші сөз бізде potato. Potato деген картошка. Картошканың көпше түрі болады potatoes деп жазылады, оқылады potatoes. Үшінші бізде mouse. Mouse деген бізде мышка, тышқан. Тышқанның көпше түрі бізде болады mice. Окей. Foot деген аяқ. Аяқтың көпше түрі бізде болады feet. Man деген ер адам. Оның көпше түрі man. Айтылу қатты сильно не отличается, жазылуына қарау керек. Child деген бала. Балалар деген children, балалар. Kiss деген поцелуй. Поцелуйдың көпше түрі kisses. Baby деген бөпе. Бөпенің көпше түрі бізде babies. Жазылуы babies, айтылуы babies. Окей. Таксидің бізде көпше түрі taxis. Келесі глаз деген очки. Очкидің көпше глаз. Жоқ, очки емес, стекло очки сондай. Егер очки болатын болса, онда болады бізде былай жазылмайды ғой. Glasses болады. Хорошо, келесін көрейік. Tooth деген бізде тіс. Тістер деген teeth болады. Country деген ел. Елдер деген болады. Бізде ол төртінші. Countries болады. Бірақ оқылуы countries. Хорошо. Келесі бесінші woman, әйелдер. Көпше түрі women деп жазылады, бірақ оқылуы women. Мына әріп айтылғанда мына әріп өзгеледі. Woman. Мына woman, мынау women. Мына әріп өзгереді жазылуында, ал оқылуында мына әріп өзгереді. Women. Әйелдерде сондай. Еркектерде men, бір әріп өзгереді, айтылуында да ештеңе өзгермейді. Еркектерде попроще. Келесі, жетінші knife деген бізде пышақтар болады. Knives, оқылмайды, knives болады. Пышақтар, knives деп жазылады. Дальше city деген қала. Қалалар болады cities. Окей. Келесі box деген бізде коробка. Коробкалар болады boxes. Окей. Дальше бас деген бізде автобус. Автобустар болады buses. Окей. Так, мына көпше түрлерін жазып алыңдар. Мына жақта жекеше түрлерін жазып алыңдар. Бір-біріне келтіріп, мағыналарын жазып қойыңдар. И мына жерде бар, мынаны да жазып алыңдар. Хорошо. Енді мына жерде тағы да сөздер бар. Бізде көпше түрде болатын. Олар кішкене өзгеше болады. Мына жерде. Мысалы, бізде person деген
person деген не ол? Саған iPad жұмыс істеуші адам сияқты. Вот. Person деген бір адам, people деген адамдар деген сөз. Sheep деген қой, sheep деген қойлар деген сөз. Sheep пен sheep'тің айырмашылығы қандай? Айырмашылығы жоқ, екеуі бір сөз. Мына короче осылай жазылады. Сосын goose деген бізде қаз, geese деген қаздар деген сөз. Бұл бізде кішкене басқаша жазылатын child, children деген сияқты, mouse, mice деген сияқты сөздер. Осылай зат есімнің көпше түрі болғанда басқаша жазылады. Соны байқап отырыңдар, осындай сөздер көп кездеседі ағылшын тілінде. Хорошо. Бүгінге осы, келесі уақытта көріскенше.